Сәлем. Хеосап, қалайсыңдар? Сенен бірге мен Зануридин. Короче, бүгінгі видеода бізде өте қызық видео болайын деп тұр. Бүгін біз Акинатор деген күшті браузерлік интернет ботты ойнайтын боламыз. Яғни Акинатор деген не екенін білмейтіндер болса түсіндірейін. Короче, бұл типа андай сен не ойлайсың, типа соны тауып беретін зат қой. Мысалы, мен қазір бір танымал адамды ойлап тұрам, сол жайлы сұрақтар қояды, сөйтіп сол адамды тауып беру керек. Енді қызық болады. Мен дәл қазір бір блогерлерді іздейтін болам, соларды табама таппайма көретін боламыз деп ойлаймын. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Так, мінекей біз кірдік. Привет, я Акинатор. Задумайте реального или вымышленного персонажа. Я пытаюсь отгадать его. Так, играть дегенге басамыз. Достар, ең біріншіден мен Темірлан Болатты іздейтін болам. Темірлан Болат сені табады деген ойдамын. Егер Тима, сен осы видеоны көріп отырсаң, өтініш комментарий жазып кетші, мен сенің бар екеніңді білейін. Так, ваш персонаж женского пола. Важно узнать частично. Дезинга, арине нет. Ваш персонаж существует в реальности? Конечно. Ваш персонаж видеоблогер? О, конечно. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Нет. Так, мен орысша тупить етем. Ваш персонаж имеет отношение к бумаге? В смысле бумага? Бумаганың қатысы бар не жак? А4 деп отырып қабыз? Нет, конечно. Ваш персонаж певец? No. Жаңа өзі сұрады ғой, ваш персонаж видеоблогер ма деп. Вашему персонаж больше 18 лет. Жоқ, 18-ге толмады походу. Да, 12-ден асқан ол тиктокер. Дәл қазір ол, яғни тикток түсіреміз деген видео шыққан етін, бірақ ол тиктокер емес, тикток аккаунт асығатты дамыған емес, так что нет дейміз. Вашего персонажа корона лайк? В смысле корона лайк? У вашего персонажа больше миллиона подписчиков на ютубе? В смысле қаяқтауды 300 мыңға жетпеді ма, білмеймін. Ух ты, Акинатор не ойлап тұр. Нет, конечно. У вашего персонажа 1000, конечно, да. Ваш персонаж состоит частично из табака? Не ол табак деген. Ваш персонаж живет в России? Нет. Ваш персонаж украинец? Нет. Ваш персонаж растение? Қуасың ба, өзің жаңа видеоблогер ма деп сұрағанда даға бастым ғой. Блин, Акинатор мені жыныма тиіп аты. Бұл не әтеге осындай тупить етесін сұрақтар қоя ма? Ваш персонаж говорит по-русски? Жоқ. Бұлақ нөмірде сөйлейді, бірақ ютуб. Да, Казахстанда хорош, енді нормальный. Ваш персонаж студент? Да. Ну же. Носит брекеты. Бұл брекет таққан қазірге, я не знаю, миру красоты. Что за фигня? Білмеймін мен брекет деген. Нет, мектеп бітірген жоқ ол, студент. Вот, блин. Мистер Прикольчик? Ты чё, Акинатор? Нет, конечно. Нет. Да, продолжите идти. Қаяқтағы жоқ, мистер Прикольчик еще басқа біреуін сөйледі. Ваш персонаж связан с скетчами на ютубе? Нет. Говорящая лошадь. Ваш персонаж прославится? Нет. Жоқ, қаяқтағы реклама? Жоқ. Да, серебряный кнопкасы бар. Жоқ, қаяқтағы собаканы айтып кеттің сен. Ваш персонаж снимал видео заброшенных зданий? Да. Марвел. Жоқ. Вы дружите с вашим персонажем? Жоқ, біз қаяқтағы дос танымаймын дағы мен. Ваш персонаж страшный? Темірлан Болат страшный, кетші бар, Акинатор. Ваш... Жоқ, жоқ. Хорош, Темірлан Болат таптық, иху. Наконец-то Темірлан таптым. Еще мына жерде маршмеллоуды жүріп тұр. Вот. Да, бұл Темірлан Болат. Хорош, Акинатор, красавчиксың сен. Темірлан Болатты 5500 рет іздеген бе? Ё-моё, окей.
В общем, осындай керемет видео болды. Достар, мен өзімді іздеген жоқпын, өйткені мен жоқпын деп ойлаймын. Егер де осы видеоға гребаный 200 лайк жиналсам, мен өзімді іздеп көремін Акинатордан. Так что давайте 200 лайкты липить етеміз. Ал ұнады деген ойдамын. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау.